Әлемдегі ең жылдам жануар қабылан екенін біле тұра, одан кейінгі орындарда кім екенін білмейміз. Сәлем, сіздермен бірге Ернар. Бүгін біз ең жылдам 10 жануар жайлы айтамыз. Қояндар. Сүтқоректілердің бір тұқымдасы, 8 туысқа бөлінетін 50 түрі бар. Бұлардың ішінде ең тез жүгіруге, ін қазуға, жүзуге, ағашқа, өрмелеуге бейімделген түрлері кездеседі. Салмағы 4,5 килограммға дейін жетеді. Дене тұрғы 75 сантиметр кездесетіндер де бар. Олар Мадагаскар аралы, оңтүстік Американың оңтүстік аймағы, Антарктидадан басқа жерлерде таралған. Шөп, ағаш қабығын жеуге бейімделген. Олардың жылдамдығы сағатына 72 км сағатқа дейін жетеді. Бұғылар жұп тұяқтылар отрядына жататын жануарлар тұқымдасы. Олар өздерінің тармақталған сүйекті қуыс мүйіздерімен ерекшеленеді. Олардың мүйіздері жыл сайын түсіп, қайтадан өсіп тұрады. Бұғылар бөкендермен бірге бұғылар тұқымдасына жатады. Екеуінің арасында ұқсастықтар көп. Бірақ та бұғылар мүйіздерімен сәл ерекшеленіп тұрады. Олардың жылдамдығы 72 км сағатқа дейін жетеді. Жылқылар тақтұяқтылар отрядының бір тұқымдасы. Жылдамдығы 76 км сағат. Қарақұйрық. Сүтқоректілер класына жататын қуыс мүйізділер отрядына жататын аң. Жылдамдығы 76 км сағат. Иран қарақұйрығы қарақұйрықтар тобына жататын тағы да бір аң. Оның жылдамдығы 77 км сағатпен біздің 6-шы орнымыздан көрінді. Гнулар қуыс мүйізділер тұқымдасына жататын бөкен туысы. Дене ұзындығы 240 см-ге дейін жетіп, шоқтығының биіктігі 145 см болады. Ұрғашысы да еркегідей мүйізді болады. Ұзындығы 85 см. Ал жылдамдығына келетін болсақ, 80 км сағатқа тең болады. Атауынан көрініп тұрғандай, аляскалық бұғылар тек қана Аляска маңында ғана мекендейді. Олардың жылдамдықтары 80 км сағат. Арыстандар сүтқоректілер түрінің мысық тектес тұқымының қатарына кіретін, үлкен мысықтар тұқым тармағына жататын 4 пантер тұқымының бірі. Жолбарыспен қатар қазіргі мысық тектес аңдардың ең ірісі мен кейбір еркектердің салмағы 250 кг-нан да асады. Олардың жылдамдықтары 80 км сағат болып, саваннаның ең жылдам 3-ші жануары бола алды. Аша мүйізді киік немесе айыр мүйіз. Киіз қайыратын сүтқоректілер отряд тармағына аша мүйізділер тұқымдасына жататын жануар. Олардың максимумды жылдамдығы 86 км сағат. Сүтқоректілер класы мысық тектестер отрядына жататын аң қабылан, ең жылдам аң. Африка, Орта Азия және Үндістанда таралған. Қазақстанда 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басында Каспий мен Арал теңіздерінің аралығында шөлді аймақтарда тіршілік еткен. 20 ғасырдың 50 жылдарына сирек болса, Үстірт пен Маңғыстау түбегінде кездесіп қалып жүрді. Қабыланның дене бітімі ұзын, тұрқы 150 см-ге дейін жетіп, құйрығының ұзындығы 75 см болады.
Оның жылдамдығына келетін болсақ, 114 км сағатты құрап, жер бетіндегі ең жылдам аң болды.